Менің атым Асқар Аяжан. Қазір анамыз екеуміз кемпір тәжірибе жасаймыз. Иә, дұрыс айтасың қызым. Бүгін біз қандай тәжірибе жасаймыз? Кемпір құсақ. Кемпір құсақ жасаймыз. Дұрыс айтасың қызым. Ал олай болса біз тәжірибемізді бастаймыз. Қызым, қазір қандай ай? Көктем. Дұрыс айтасың. Көктемде не жауады? Жаңбыр. Жаңбыр көп жауады, иә? Жаңбырдан кейін не шығады? Кемпір құсақ. Кемпір құсақ шығады, иә? Сол кемпір құсақты біз өз тәжірибемізде жасап көрейік, иә? Бізге қажетті заттар не керек екен? Краска керек. Түрлі түсті бояулар керек, иә? Содан кейін қант керек екен, иә? Одан кейін бізге су керек, және қасы, және шприц керек, иә? Ал олай болса тәжірибемізді бастаймыз ба? Бастаймыз, иә? Біз алғаш не істейміз? Суымызға әр мөлшерде не салып аламыз? Қант салып аламыз, иә? Ал бастаймыз. Бірінші неге? Суымызға қанша? Бір қасық қант саламыз, иә? Бір қасық қант саламыз. Ал екінші суымызға 2 қасық қант саламыз, иә? 2 қасық қант саламыз. Үшінші суымызға 2 қасықтан көп мөлшерде не саламыз? Қант саламыз, иә? Ал төртіншіге тағы да одан көп мөлшерде қант салады екенбіз, иә? Жақсы. Ал олай болса, осы қантымызды біз не істеп аламыз? Ерітіп аламыз, иә? Араластырамыз. Сен мына жағын араластыра бер. Мен мына жақты тез-тез араластырып не істейміз? Қантымызды ерітіп аламыз, иә? Көк, қызыл, сары. Сары ма? Жасыл. Және сары түстер шықты. Енді осы түстерімізді біз бос ыдысқа не істейміз? Әр қайсысын шприц арқылы жаймен ғана алып құямыз, иә? Бірінші қай түстен бастаймыз? Көк түстен бастаймыз, иә? Суды сорып аламыз. Толық сорамыз. Енді жай құямыз, иә? Одан кейін бір түсімізді құйдық. Енді екінші қандай түс? Тағы да көктен тағы да кішкене көбірек алайық, иә? Неміз аз болып қалды. Тағы да алайық.